Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай өте оңай әрі тез дайын болатын етті бәліш дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, айран, жұмыртқа, тұз және разрыхлитель тесті, яғни қопсытқыш қажет болады. Осы заттардың барлығын ретімен салып, біркелкі етіп қамыр илейтін боламыз. Барлық заттардың бөлме температурасында болғаны дұрыс. Міне осындай қолға жабыспайтын әдемі қамыр шығады. 15 минутқа демалдырып қойып, салмасын дайындаймыз. Салмасы үшін бізге тартылған ет, жуа және картошка керек болады. Қалауларыңыз бойынша басқа да заттар қоссаңыз болады. Міне салмасы да дайын болды. Енді дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуі үлкендеу, біреуі кішілеу болады. Үлкендеу бөлігін дөңгелек етіп жайып шығамыз. Үстіне салмамызды салып, бетіне біркелкі етіп жаямыз. Және де екінші тұрған қамырымызды да дөңгелек етіп жайып, салманың бетіне жаямыз. Қамырдың екі ұшын біріктіреміз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, әр жерінен шанышқымен тесіп шығамыз. 200-250 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай өте дәмді әрі оңай дайын болатын етті бәлішіміз дайын болды. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.